Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді, жасалуы оңай жираф пирогының жасалу жолымен бөлісейін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Сүзбе жемейтін балалардың өзі сүйіп жейтін дәмді, тәттілердің бірі, сондықтан барлығыңызға жасауға кеңес беремін. Өте керемет дәмді болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстінен шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен еріген сары майымызды қосамыз және жақсылап араластырамыз. Қамыр қопсытқышымызды салып, какаомызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Оның үстінен електен өткізілген ұнымызды саламыз біртіндеп. Барлығын бірден салуға болмайды, қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Енді осы қамырымыздың 1/3 бөлігін бетіне сәндік үшін алып қаламыз, қалғанын формамызға біркелкі етіп жайып шығамыз. Және осылай видеодағыдай вилкамен тесіп шығуды ұмытпаңыздар. Алып қалған қамырымызды осылай жұқа етіп жайып, басқа бір тарелкаға үзіп үлкен қылып, осындай жирафтың узорларын жасаймыз. Қалған майда бөлігін оны да алып қоямыз. Оны ішіне саламыз. Салмасын жасауға кірсек, алдымен сүзбемізді ыдысымызға салып, үстінен қант салып, қаймағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ең маңыздысы творогтың ащы емес, тәтті түрін пайдаланған дұрыс. Сонда сіздің пирогыңыздың дәмі өте керемет болып шығады. Және осылай жұмыртқаларымызды салып алып, жақсылап араластырамыз. Және кукурузный крахмалымызды қосып, тағы да араластырып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Қаймақ сияқты біркелкі болуы керек. Дайындап қойған ыдысымызға осылай салмамызды құйып, оның үстінен майда тесталарымызды саламыз. Видеодағылай осылай шаншығымен ішіне кіргізіп жіберіп, енді бағанағы үлкен қамырымызды бетіне қойып шығамыз. Және қызып тұрған 180 градус пеште 45-50 минут көлемінде пісіреміз. Менде 45 минутта пісті. Әркім өз пешіне қарай пісіреді. Және достар, алда бұйырса менен керемет видеолар күтіңіздер. Сондықтан жоғалтып алмас үшін подписация етіп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Және менің видеом ұнаса, лайк басып, комментария жазып қойыңыздар. Міне осындай өте дәмді пирогымыз дайын. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Алда бұйырса жақсы видеолар күтіңіздер. Сіздермен болған Сандуғаш. Назарларыңызға көп рахмет.